армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге жұмадағы жұмбақ өлім деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Телефонның беймаза үні қаланың қақ ортасындағы жайлы пәтердің 4 бөлмесін түгел жайлап алған түн тыныштығын дар-дар айырды. Шырт ұйқыдан оянып кеткен ерлі-зайыпты екі адам тынымсыз шырылдаған сыртқы есіктің қоңырауы ма, жоқ әлде телефон ба, оны айыратын халде емес еді. Қанша уақыт бойы кәрі құрлық Еуропаны шарлап, қызықты саяхаттан енді ғана оралған Аманжол Ахметұлы мен Ахмарал ханым тіпті қайда жатқандарын естеріне де түсіре алмады. Жеті қараңғы түн ішінде бұларды кім мазалауы мүмкін? Жалғыз ұлдары Марат бағана бұларды әуежайдан өзі қарсы алып, жалт-жұлт еткен су жаңа мерседесімен үйге әкеп салған жоқ па? Өзі жол бастап, бірге саяхаттап, шетелге барғаннан қайтқанға дейін ата-енесін баладай баптап, барлық жағдайын жасап бәйек болған білдей бір медакадемияның деканы Майя келін беймезгіл шақта жасы үлкен адамдардың ұйқысын бұзбасы айдан анық. Жалғыз ұлдан көрген жалғыз немере Альфия қыз әкесінің ерке әлпеші шай үстінде ата-әжесінің бір-бірімен жарыса айтқан әңгімелерін тыңдап, саяхатта түскен фото суреттерін тамашалап, қастарында аз кем отырған соң бағана достарымен қыдырып кеткен. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген осы екен ғой. Қанша уақыт көрмей сағынып келгенде бізді тастап қайда кетіп бара жатсың деп әжесі сәл өкпелеп еді. Ерке қыз: Аташка, Жишка, сіздер алыс жолдан жарап келдіңіздер. Бүгін жақсылап тынығыңыздар. Ертең де күн бар ғой, сосын асықпай тағы келермін. Мен сіздерді қатты жақсы көремін деп екеуінің бетінен шөп-шөп сүйіп, алма-кезек құшақтап, әп-сәтте болмашы өкпені тарқатып жіберген. Альфия кетісімен Марат пен Майя да шайды шала-шарпы ішіп үйге қайтуға асықты. Ертең жұма күні бір күрделі операция жасаймын. Ертерек жатып демалуым керек. Шаршап тұрмын деді Марат қоштасарда. Анасы жасаған берген жалғызының жазық маңдайынан мейірлене сүйіп, ертеңгі ісіне сәттілік тіледі. Сіздермен ақылдасатын бір шаруа бар еді. Жарайды, кейін сөйлесерміз деді ол табалдырықта тұрып. Күле сөйлегенмен көзінде бір терең мұң бар еді. Әйтеуір анасына солай сезілді. Тіпті ыдыс-аяқты жуып-сүртіп жүріп те жылы душтың астында тұрып та ұлының мұңлы жанары көз алдынан кетпей қойсын. Не айтқысы келді деген жалғыз сұрақ көпке дейін миында шыр айналып тұрып алды. Көзіне ұйқы тығыла бастаған соң бітпей тұрған үй жұмыстарын ертеңге қалдырып төсегіне қисайған. Жастыққа басы тиісімен қатып ұйықтап кетіпті. Шырқырап жылаған жас сәбиде жер-көкті басына көтерген телефон үні шырт ұйқысынан оятты. Апырмай, беймезгіл шақта бұл кім екен, деді шалы. Қолы қалтырап, даусы дірілдеп, беймаза телефонды ұстауға батылы жетпеген деме қалай. Неге екенін кім білсін, Ақмарал бәйбішенің де жүрегі дүрсілдеп аузына тығылсын. Асып сасқаны сонша қалпаға қалбиып, кереуеттің жанында тұрған түнгі шамды жағуға тетігін таппай сипалап қалмасы бар ма? Сосын, түн ортасында мазалайтын тума-туысымыз жоқ, бізде шаруасы болса көршілер күндіз хабарласар еді ғой деп күбірлей берді. Бейтаныс нөмірден телефон шалған Майя екен. Пап, мам, Маратиктен айырылып қалдық деді, одан әрі сөйлей алмай еңіреп қоя берсін. Өз құлағына өзі сенбей Аманжол Ахметұлы: айырылған несі деді аң-таң болып. Түсінсем бұйырмасын, Маратжанға не болды? Қазір қайда өзі деп үсті-үстіне сұрағын жаудыра берді. Бағана сіздерден шыққансын жол үстінде оған біреу телефон соқты. Дәл сол сәтте біз үйге таяп қалғанбыз. Чемоданымды ішке кіргізе сала қазір келемін деп асығыс шығып кетті. Тіпті қайда бара жатқанын сұрап та үлгермедім. Сосын 2 сағаттан соң біреу полиция бөлімшесіне хабарласты. Машинасын тау жақтағы жаңа үйлердің маңынан тауыпты. Алдыңғы есігі ашық жатыр екен. Бірнеше жеріне біреу пышақтап кетіпті. Тұсынан өтіп бара жатқан адамдар көріп жедел жәрдем шақырған екен. Ауруханаға жетпей қайтыс болыпты. Өзі әбден қансырап қалса керек. Келіні болған жайды жылап сықтамай, асқан сабырмен егжей-тегжейлі айтып жатса да, Аманжол Ахметұлы сол сәтте сөз ұғар халде емес еді. Сосылдаған жібек халатын желбегей жамыла салып, телефонға құлағын тақап, шалының қасында еміне тыңдап тұрған аққұба өңді егде әйел біреу тас төбесінен шойын табамен ұрып қалғандай тарс етіп еденге құла түссін. Қол-аяғы қақшия, жансыз қуыршақ құсап, жерде серейіп жатқан кемпіріне жедел жәрдем шақыруға шамасы келмеген ақбас шал көзінен аққан жасы омырауына тамып, іргелес көршілердің есігін қақты. Жаманат хабар жата ма? Өзі басқаратын республикалық үлкен аурухана ұжымы таң атар атпастан түгел құлақтанған екен. Тіпті қара лентамен қоршалған үлкен портретін көрнекі жерге іліп те үлгеріпті. Көрікті жігіттің жансыз бейнесіне қимастық көңілмен қараушылар қарамы көп еді.
Кеше ғана жұмыста жүрген адам түнде қысы қолынан қайтыс болды дегенге көңілім сенер емес. Белгісіз біреулер пышақтап кеткендей ме? Ой Аллай, Марат Ахметұлы өмірі көшеде жаяу жүрмейтін еді ғой. Әлде ажалы үй тонайтын ұрылардан болды ма екен? Жоқ, үйде емес, машинасының ішінде пышақтаған сияқты. Бейтаныс біреуді көлігіне мінгізгені ме сонда? Мас болып біреулермен керісіп қалған жоқ па екен өзі? Қайдағы өмірі арақ-шарап дегенді татып алмайтын жігіт еді ғой. Иә, оның рас. Тіпті басқаларының да жұмыста ішімдік ішуіне қатаң тыйым салынған жоқ па еді? Басшылық қызметке келгеніне жарты жыл болған жоқ. Көре алмаған біреулер қастық қылды сірә. Адам түгілі тышқан өлтіруге де жай адамның қолы бармайды ғой. Бәлкім киллер жалдаған болар. Қанша адам болса соншама болжам. Аурухана қызметкерлерінің бастары салбырап, алға басқан аяқтары кейін кете өздерінің жұмыс орындарына лашсыз тарағанымен күні бойы жабырқау ойлардан арыла алар емес. Біреулері бас дәрігермен бірге жүрген күндердің түрлі сәттерін еске түсірсе, біреулері оны соңғы рет қашан, қайдан көргендерін көз алдына елестетіп әлек. Жұрттың күні бойғы әңгімесі тек сол жайлы болды. Көркіне көз тоймайтын жігіттің сұлтаны еді ғой, ажалға қимайсың, қандай тамаша азамат еді. Алғашқы еңбек жолын осы ауруханадан бастады. Қатарда хирургтен бас дәрігерлікке дейін көтеріліп еді. Өзінің адал еңбегімен ешкім сүйемелденген жоқ. Тосын қайғыдан қан құсып, кескен теректе құлап түскен Ақмарал ханымға көршілері әлсін-әлі жедел жәрдем шақыртып әуре. Аманжол Ахметұлында сырты бүтін болғанымен іші түтін. Үйге кім келіп, кім кетіп жатқанымен ісі жоқ. Әлпеші қолда-аяққа тұрмай шырқырай жылап, ақыры дауысы қарлығып, әлі құрып бүктісе жатып қалды. Жылай-жылай екі көзі бұлаудай ісіп кеткен Майя келін бар шаруаны білек түре өз қолын алды. Біресе моргпен хабарласса, біресе жерлейтін жер мәселесіне кірісіп кетеді. Қазақ шаңырағына келін боп түскелі талай тойды көріп жүргенімен өлік жөнелту жоралғыларынан бейхабар әйел жөн жоба білетін көршілерімен өз ұжымындағы үлкендермен ақылдасты. Қонағасымен жаназаға сойылатын мал, дастарханға қойылатын тамақтардан бастап сүйекке түсушілерге тарататын киім-кешекке дейін тізімін жасады. Машинасына бір-екі құрбысын отырғызылып алып, дірдек қаға дүкен аралап, керек-жарақты түгелдеуге кірісті. Бірақ байғұс қанша тырысса да, 4-5 жыл бұрын ауылдан көшіп келген көршілерінің бірі, марқұмның әйелі қазақ болғанда арманда кеткен қосағым-ай, асыл жарым-ай деп аңырата жоқтау айтып келген-кеткендермен ара-тұра дауыс сала көрісіп отырар еді-ау. Арыстай азамат жоқтаусыз кететін болды енді деп күңкілдесіп қояды. Ой, тырнақ астынан кіріздегенді қойыңызшы. Ауылда туып қалада өлген қазақтардың қайсысын қатындары жоқтап, қарқ қылып еді. Обал не керек, Майя келін ата-енесін жылда шетелдерге қыдыртып жүр ғой. Ақмарал апа мен Аманжол аға ауыздарының суы құрып жалғыз келіндерін үнемі мақтайтын. Мақтамағанда ше, осы отырған қайсымыздың келініміз тап сол құсап мереке сайын құшақ-құшақ гүлі мен қымбат сыйлықтарын әкеп жүр бізге деп адуындау біреуі жыбыр-сыбыр әңгіме айтқандарының бір елі аузына 4 елі қақпақ қоймаса, біртіндеп от ала бастаған әңгіме одан ары лауылдап кетер ме еді кім білсін. Алайда біраздан соң жел басқа жақтан соқты. Шіркін-ай, Маратжан қандай керемет жігіт еді. Әттең шаңырағына ие болар ер бала қалмады артында. Қандай өкінішті. Мына әлпеші күні кеше кекілі желбіреген сүп-сүйкімді қыз еді. Атасы мен әжесінің көз алдында алаңсыз ойнап жүретін. Иә, менің де есімде. Көрші балалармен аулада велик теуіп жасырынбақ ойнап жүруші еді. Енді соңғы уақытта ұзынтұра біреумен қол ұстасып, сыңғырлай күліп көшеде қыдырып жүрген жиі көремін. Әлгі инеліктей именген жас жігіт айтасың ба, жирен шашты, құлағына сырға таққан, екі білегі шимай-шимай суретке толы деп, есік алдында қаздай тізіліп отырған көршілер тың тақырып табылғанына қуанғандай, тағы да бір әңгімені гулете жөнелсін. Қазаны басқаның қазасы басқа дегенді баяғының университет, магистратурада оқымаған дана шалдары бекер айтпаса керек. Аманжол Ахметұлы Қазақстанның теріскей өңірінде туып өсті. Сондағы қазақша шығатын шағын газетте 40 жылдай қызмет етті. Зейнетке шыққасын түйе қартайса ботасына ереді деп Маратының ізіне ерді.
Қысы жылы, жазы жайлы жаққа қоныс аударғанына да көзді ашып жұмғанша 20 жылдай болыпты. Әйелінің де өзінің де бірге туған бауырлары жоқ еді. Бірақ баласының туысындай боп кеткен сыйлас дос, жақын жолдастары аз емес екен. Маратымен бала кезде құлын-тайдай тебісіп бірге ойнап өскен, мектепте бір сыныпта оқып бір партада отырған жолдастарының арасында тергеуші мен прокурор барын естіген соң бейшара әкенің көңілінде әлсіз үміт оты жылт ете қалсын. Сол әлсіз үміт оған аз да болса күш-қуат бергендей болды. Өмір атты бәйгеде алдына қара салмай, жалғыз жүйткіп келе жатқан құлагерінің жолын кескен қаскөйлер көп ұзамай табылар-ау деп үміттенді. Бірінші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.